Қайырлы күн, құрметті көрермен, менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздермен Ассорти банкының жабылу рецептімен бөлісетін боламын. Ешқандай да атылмайтын, өте ерекше әрі тез дайын болатын рецепт. Видеоны соңына дейін қарап, міндетті түрде жасап көріңіздер. Ол үшін барлық көкөністерімізді жақсылап тазалап жуып аламыз. Қиярды міндетті түрде алдын ала 8-9 сағатқа салқын суға 2 басын кесіп салып қоямыз. Содан соң банкаларымызды жақсылап стерилдеп аламыз. Және де жаңағы тазаланып дайын тұрған көкөністеріміздің барлығын кезекпен банкамызға салып шығатын боламыз. Ең алдымен осылайша қалауыңызша көп немесе орташа көлемде укроптарымызды саламыз. Және де чеснокты ортасынан бөліп салсаңыздар да болады. Содан соң лавр жапырағын және де түйіршіктелген қарабұрыштарымызды банкаларымызға бөліп салып шығамыз. Содан соң жаңағы 8-9 сағат салқын суда тұрған қиярымызды алып, осылайынан тігінен кішкене тығыздау етіп, арасын жақсылап бір-біріне жақын етіп орналастырып, тығыздап салып шығатын боламыз. Қиярды осы әдіспен жауып көріңіздер, қыздар, сіздерге ұнайды деген сенімдемін. Ешқандай да хрен жапырағында қоспадым. Осылайша укроп, жаңағы чеснок, түйіршіктелген қара бұрыш, лавр жапырағын ғана қосып жабатын боламыз. Осылайша қиярларымызды жақсылап тығыздап орналастырып шықтық. Негізі банка жапқан кезде, қыздар, кішірек көлемдегі қияр, помидорды алсаңыздар өте жақсы болады. Менде мұнда орташа көлемде. Осылайша қиярларды орналастырып болғаннан соң үстіне қалауыңызша тәтті болгар бұрышын, помидорды және де капустаны қосып салсаңыздар да өте керемет қытырлап, дәмі деген керемет күшті болып шығады. Осылайша барлығын жақсылап тығыздап орналастырып аламыз. Барлық көкөністерімізді осылайша банкамызға тығыздап орналастырып шықтық. Келесі кезекте қайнап тұрған ыстық суымызды толтырып, бетіне дейін толтырып, барлық банкамызға құйып, бетін осылайша крышкасымен жауып, жарты сағатқа қалдыратын боламыз. Жарты сағат өткеннен соң банкамыздағы суларды төгіп тастаймыз. Және де осы банкамыздың үстінен 1 ас қасық қант және де 2 ас қасық тұз салып шығатын боламыз. Қыздар, мұнда менде 2 литр банкаға арналған. Егерде сізде 3 литр банка болса, 3 ас қасық тұз қосасыздар. Тұз бен қантты салып болғаннан соң, қайтадан үстінен қатты қайнап тұрған ыстық суымызды толтырып құйып шығатын боламыз. Содан соң суымызды құйып болғаннан соң, ең соңынан үстінен 1 шай қасық уксусымызды құйып шығамыз. Қыздар, міндетті түрде осы рецептпен де жасап көріңіздер. Ешқандай да атылмайды және де өте оңай, тез дайын болады. Менің каналымда басқа да банка жабу рецептері, неше түрлі тәттілер, пирогтар, ыстық тағамдардың рецептері бар. Каналыма кіріп, плейлист бөлімінен барлық видеоларымды қарап шықсаңыздар болады. Өзіңізге ұнайтын видео табатыныңызға сенімдімін. Жаңағы банкамыздың үстіне қайнаған суымызды құйып болғаннан соң, осылай крышкасын жақсылап жауып шығатын боламыз. Қыздар, біздің банкамыздың атылмауының бірден бір себебі крышкасын өте жақсы жабуымыз қажет. Ешқандай жері ашық қалмай, жаңағыдай сынып кетпей жақсы жабылу керек. Сол кезде банкаларыңыз ешқандай да атылмайтын болады. Крышкаларын жауып болғаннан соң, міндетті түрде жылы жерге банкаларымызды төңкеріп 2 немесе 3 күнге бетін жауып қалдыратын боламыз. Содан соң қалауыңызша бөлме температурасында немесе салқын жерде сақтасаңыздар да ешқандай да атылмайды. Дәмі өте керемет қытырлап шығатын болады. Мінекей қыздар, осы рецептпен де жасап көріңіздер. Өте оңай жасалынады. Видеоны соңына дейін қарап, мені қолдағандарыңызға көп-көп рахмет. Тегін лайктарыңызды аямай басып, және де пікір қалдырып отыруды ұмытпаңыздар. Баршаңызға рахмет.